Бүгін Қазақстанда жаңару күні тойлануда. Мереке ел өмірінде және әрбір қазақстандықтың өмірінде жаңа кезеңнің басталуын білдіреді. Наурызнама 10 күндігінің 6-шы күні өмірдің жаңаруын бейнелейтін жаппай ағаш отырғызу акциясына арналды. Наурыз мейрамы тек қуанышты тойлау ғана емес, өткенді саралап, болашаққа жоспар құрудың уақыты. Сондықтан бүгін ел аумағында отырғызылған ағаштардың жеміс бергені сияқты жаңа идеялар мен алға қойған мақсаттар жемісін беріп өркендеуге жетелейді. Бүгінгі мереке мұсылман халқына жалпы бір ғажап мереке. Өзі мынау халықта сөз бар, қалай күтіп алсаң, солай шығарып саласың дейді. Құдайға шүкір, мінеки өте жақсы. Көп адам өзінің тілегін білдіріп жатыр. Иншалла биылғы егісіміз жақсы шығады. Ырыс көп болады. Халықта несібе көп болады. Нан көп болса, халық бай болады.